Ассалаумалейкум, құрметті миллионер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен сіздерге Аманат Драйв және де Көнербай Шөкенов жайлы айтқым келеді. Бұл өтірік па, рас па, расымен адамдар шын үй алып жатыр ма, немесе үй алмай жатыр ма деген секілді көптеген ой пікірлерді тыңдадым. Мен көптеген интернетте ақтардым. Сол бойынша өзімнің бір ой пікірім қалыптасты. Сонымен сіздермен бөліскім келеді. Ары қарай уже сіздер де өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып отырсаңыздар болады. Видеоға лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сонымен достар, бұл видеода мен сіздерге Аманат Драйвты жамандап немесе жақсы жағын айтпаймын. Бұл жерде мен жеке өз ой пікірімді айтып, соны сіздерге бір құлақтарыңызға жеткізгім келеді. Ары қарай шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Егер сіздердің қосымша қосатын ой пікірлеріңіз болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Енді қараңыздар достар, мен өзім Аманат Драйв жайлы бір жыл бұрын естідім. Енді точно есіме жоқ, мүмкін 1,5 жыл ма, немесе 1 жыл ма, сондай уақытта естідім. Әрине естігеннен кейін мен басында қатты бір углубленно зерттеген жоқпын. Себебі өздеріңіз білесіздер, көптеген әртүрлі проектілер бар, корпоративтер бар. Сол себепті бұларға бір қатты назар аударған жоқпын. Бірақ уақыт өте келе, өздеріңіз білесіздер, бір қызығушылық пайда болады. Қалай дегенменде үйге қызығасың, мысалы, бәріміз білеміз, бүкіл қазақтың азаматтары үйді көбінесе отбасы банк арқылы алады. Ал отбасы банк жайлы көбінесе ақпарат беретін бұл дәулеттен болып табылады. Ал дәулеттеннің айтқанына қарайтын болсақ, корпоративтердің барлығы жаман дейді. То есть корпоративтердің барлығы жаман, себебі бұл үкімет бойынша сақтандырылмаған. Егер корпоративке бір нәрсе болатын болса, онда үкімет сіздің ақшаңызды ешкім қайтармайды деген секілді дәулет осы қағиданы ұстайды. Ал мен өзіңіз білесіздер, мен біреудің айтқанына просто так сене бермеймін. Әрине, оның айтқаны дұрыс дәулеттенім, бірақ бұл жақта менің бір байқағаным Көнербай Шөкенов. Көнербай Шөкеновтың біріншіден инстаграмында 198 мың подписчик бар. Бұл уже какой-то бір нәрсені білдіреді. То есть бұл бір мошенник емес, және де бұл басқа бір өтірік адам емес, бұл кәдімгі реальный адам, өзінің оқырмандары бар. Көнербай Шөкеновтың YouTube-қа кірсеңіздер, поисқа жазып Көнербай Шөкенов интервью жасаңыздар, көп YouTube арналарға былай айтқанда сұхбат берген. Мен қазір бағана бір байқап қалдым, бір ай бұрын бір сұхбат шыққан екен. Қателеспесем, Адырна деген YouTube каналға интервью берген екен. Әрине, қазір толық қараған жоқпын. Қазірден бастап мен уже Көнербай Шөкеновтың бүкіл интервьюларын қарап бастап жатырмын. Бұрындары осы Көнербай Шөкеновтың 1-2 интервьюсын мен көріп қалғанмын. Әрине, басынан аяғына дейін қараған жоқпын. Қателеспесем, Жылқыбай деген бір интервью алатын адамның YouTube арнасынан көріп қалдым. Сол кезде біраз сенімділік болды, сөздеріне қарасам. Енді бұл жақта достар, қалай мен өзімнің жеке ойымды айтқым келеді. Аманат Драйв қысқаша айтатын болсақ, бұл пайызсыз машина алу және пайызсыз үй алу болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, қазір уақытта үйдің де машинаның бағасы күн сайын өсуде. Сол себепті бұл үйге жетем деген адамдардың қолы күн сайын қысқарып жатыр. Себебі зарплата өспейді, үйдің бағасы өсуде, продукттың барлығы өсуде. Бұл енді өте қиын болып табылады. Осыған байланысты көп адамдар әрине отбасы банкте қолданады. Проценті басқа банктерге қарағанда аздау, бірақ сонда да процент бар. Енді қараңыздар, Аманат Драйв жайлы естіген кезде бұл жақта процент мүлдем жоқ. То есть пайызсыз үй беру, пайызсыз машина алу. Аманат Драйвқа мен енді сіздерге еш нәрсе айтпаймын. Ақша салыңыз немесе салмаңыз. Бұл әр адамның өзінің шешімі. Себебі мен қазір сіздерге бір нәрсе айтып, бүкіл ответственность дейді ғой, бүкіл жауапкершілікті өзім мойныма алғым келіп тұрған жоқ. Қазіргі уақытта. Алдағы уақытта Құдай қаласа, мүмкін өзімнің ақшамды осы Аманат Драйвға салып, сол жақтан үй алып жатсам, әрине ол жақта уже сіздерге толыққанды бір шешім айта аламын. Қазіргі уақытта мен бір ақша салып жатқан жоқпын, бірақ ақша жинап жатырмын достар. Өтірік айтпай қойын, Аманат Драйвқа мен қазірден бастап уже ақша жинап жатырмын. Ақша жинап жатқан кезде мен қазір отбасы банкке ақша жинап жатырмын, бірақ алдағы уақытта мен жоспарым бойынша отбасы банкке бір сумма жинап, үкіметтің сыйлық ақыларын барлығын алып, өзімнің отбасы банктың шотын сататын жоспарым бар. Оны жасырмаймын, сондай менде ой бар. Сосын барып сол сумманы мен Аманат Драйвқа салғым келіп отыр. Себебі математикалық тұрғымен қарайтын болсақ, ұзақ жылға санайтын болсақ, Аманат Драйвта үй алған әлдеқайда тиімді, себебі ол жақта пайызсыз болып табылады. Отбасы банкте қалай дегенмен де аз процент болса да өздерінің бір пайыздары бар. Әрине түсінемін, көп адамдар маған айтуы мүмкін, бұл корпоратив, Аманат Драйв деген оған ақша салмаған дұрыс, үкіметтен гарантированный страхование жоқ дегендей. Оның барлығын түсінемін. Бірақ қалай дегенмен де математикалық тұрғыдан маған қазір уақытта сол тиімді болып тұр. Маған ең баста Көнербай Шөкеновтың өзі сенім тудырып тұр. Мен соған сеніп тұрмын. Аманат Драйвқа маған бәрібір. Мен Көнербай Шөкеновтың өзіне сеніп тұрмын. Себебі Instagram парақшасында 198 мың оқырман, және де көптеген
сұхбаттар беруде уже бұрыннан келе жатыр. Және де бұл Көнелбай Шүкеновтың интервьюлерін біреуін қараған болсаңыздар, мен толыққанда қараған жоқпын, алдағы уақытта қарайтын боламын. Сол жақта бұл тек қана Аманат Драйв емес, онымен қоса басқа да проектілер бар. То есть там 4 миллиард долларға бір инвестиция тартуда деген секілді естіп қалдым. Сосын барып тағы да басқа бір проекттер жасап жатыр екен. Сол себепті бұл жақта бір Аманат Драйвқа бұның бір қатып қалған, міне Аманат Драйвтан басқа еш нәрсесі жоқ деп айта алмаймын. Себебі басқа да бизнестер бар, басқа да проектілер бар, и басқа да проектілер үлкен инвестиция тартуда миллиардтаған доллар арқылы. Сол себепті бұл Аманат Драйв бойынша оның нақты бір айтқан сөзі бар, нақты досконально сөзбе-сөз қазір есімде жоқ, бірақ қазақтың пайызсыз өмір сүруіне бір жұмыс жасап жатырмын деген бір айтып қалған сөзі бар. Сол менің жүрегімді жаулап алды десек болады. Себебі мен өзім қазақ үшін де еш нәрсе аяғым келмейді. Себебі өзіңіз білесіздер, мен YouTube арнаның барлығын, Telegram каналымды, Instagram парақшаларының барлығын қазақ тілінде жүргіземін. Бұл өте маңызды, себебі қазір уақытта барлығы енді қазақ азаматтары YouTube'a кірсеңіздер, мысалы любой там фондовый рынок, как открыть счет десеңіздер де көптеген қазақ азаматтары орысша түсіреді. Оны неге түсіреді десеңіздер, әрине әр адам өз еркі, бірақ көбінесе сол просмотр жинау, мүмкін СНГ-ге там просмотр жинау деген секілді, бірақ бұл дұрыс емес нәрсе менің ойымша. Қазақ болдың ба, қазақша видео түсіру керексің. Қазақтың сауаттылығын дамыту керекпіз. Бұл біздің қолымызда. Біз көмектеспесек, басқа ешкім бізге көмектеспейді. Сол себепті сол адамдарға мен кішкене бір аянышты көзқараспен қараймын, именно қазақ азаматтары орысша ақпарат берген кезде. Егер сіздерге осы Аманат Драйв жайлы там проценттері қанша, тағы басқа деген ақпарат толығырақ керек болатын болса, мен кішкене зерттеп, сіздерге бұл жайлы тағы да қосымша видео түсіретін боламын. Әрине, егер бұл видео спроста бар болатын болса, сол себепті бұл видеоға лайктарымызды аямаймыз, комментарийға сұрақтарымызды жазамыз. Келесі видео сіздің сұрақтарыңыз бойынша жауап беретін боламын. Қысқаша достар, осылай. Сіздердің болған мен Зия Құлмет. Келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымызға чики-пау.